Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Анаргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аз уақыттың ішінде өте дәмді кешкі ас жасайтын боламыз. Бризол жасаудың ең оңай әдісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да рецептіні өткізбей, міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де бризолдың жанына күріштен гарнир жасайтын боламыз. Ең алдымен біз табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң күрішті салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Күрішіміз кішкене аппақ түске еніп, өзі кеуіп қуырыла бастайды. Сол сәтке дейін тоқтамай араластыра отырып қуыратын боламыз. Мінекей біздің күрішіміз шамамен 2-3 минут шамасында жақсылап қуырылғаннан соң суы тартылып, өзі кебеді. Соған дейін жақсылап қуырамыз да, содан соң күріштен 2 см асып тұратындай етіп су құямыз. Міндетті түрде 2 см асатындай етіп жақсылап су құйып алыңыздар. Қақпағын жауып, судың қайнағанын күтеміз. Мінекей су қайнағаннан соң оттың астын ең төменгі отқа қойып, қақпағын жауып, баяу отта күрішті 20 минут шамасында пісіріп аламыз. Ендігі кезекте бризолімізді жасауға кірісеміз. Тартылған еттің үстіне ұсақтап туралған пиязды саламыз. Содан соң дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз да барлығын жақсылап қолымызбен араластырып алатын боламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып алғаннан соң міндетті түрде осы фаршты осылай ұрғылап жіберіңіздер. Арасындағы артық ауалары шығып, өте керемет болады. Ендігі кезекте дайын болған фаршымызды дөңгелек пішіндерге келтіріп, шар тәрізді етіп дөңгелек пішіндерге келтіріп аламыз. Өйткені қазір бізге ыңғайлы болу үшін қатты үлкен қылмаймыз. Шамамен 2 ас қасық шамасында осылай дөңгелек пішін жасап алсаңыздар да болады. Немесе қазір бірден 2 ас қасықтан салсаңыздар да болады. Осылай шамамен 2 ас қасықтан кететіндей етіп, дөңгелек шар тәрізді етіп жасап дайындап алыңыздар. Фаршты тым көп қылып жіберсеңіздер, қазір пісірген кезде бризолдарыңыз бөлініп кетуі мүмкін. Сондықтан да 2 ас қасықтан өлшеп жасасаңыздар да болады. Енді бір ыдысқа бір жұмыртқаны саламыз да, және де жаңағы дайындалып алған бір дөңгелегімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Яғни бізге бір бризолға бір жұмыртқа кетеді. Осылай барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Бұл әдіс бризол жасаудың ең оңай әдісі, сондықтан да осылай жасап көріңіздер. Енді кезекте бризолды пісірместен бұрын арасына салатын соусын дайындап аламыз. Бір қиярды осылай ұзынша етіп, солонка тәріздес етіп, жұқалап, майдалап, турап дайындап аламыз. Жақсылап турап бір ыдысқа саламыз да, содан соң қызанақты да дәл солай солонка тәріздес етіп, жұқалап, майдалап, турап дайындап алып, ыдысқа саламыз. Және де бізге бір тіше сарымсақ керек болады. Оны да ұсақтап турап, жаңағы қызанақтың үстіне салатын боламыз. Ендігі кезекте осы турап алған өнімдердің үстіне майонез қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің бризолдың арасына салатын салмамыз дайын. Табаны жақсылап қыздырып аламыз да, дәл блинчик пісірген секілді етіп бір майлап аламыз. Содан соң жаңағы дайындап алған жұмыртқалы массамызды, яғни бризолымызды құйып, дөңгелек етіп, жұқа етіп, дәл блинчик секілді етіп, жұқалап жайып шығамыз. Енді осыны орташа отта бір шетін пісіріп аламыз да, бір шеті жақсылап қызарып піскеннен соң абайлап екінші бетіне аударып, екі бетін де пісіріп алатын боламыз. Орташа отта пісіреміз міндетті түрде. Бризолды пісірерде де міндетті түрде майлап аласыздар да, дәл жаңағыдай жайып бір шетін пісірем дегенше жаңағы ыстық болып пісіп тұрған бризолдың арасына салмасын салып, міндетті түрде ыстықтай орап аламыз. Және де ол аралықта екінші бризолдың екінші жағы пісіп, оны келесі бетіне аударамыз. Осылай осы қалыппен барлық бризолдарды пісіріп алыңыздар. Яғни бризол піскен бойда ыстықтай арасына салмасын салып, бірден орау қажет. Осыны ескеріңіздер.
Біздің бризоліміз дайын. Дастарханға жаңағы пісіріп алған күрішімізбен және де бризольдің үстіне осылай кетчуп, майонез салып әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Ас болсын достар, аздаған уақыттың ішінде өте керемет, өте дәмді кешкі ас жасауға болады. Міндетті түрде жасап беріп, өз отбасыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Егер рецептілерім каналым ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер екен.